Мына бізде кір жуатын машинамыз. Экранда көрініп тұрған жері осы машинаны басқаратын жер. Яғни мына батырманы бассақ, машина іске қосылады, және дыбыс шықты, және мына LED лампа жанып өшіп жатыр, жасыл LED лампа. Яғни машина жұмыс жасауға дайынмын деген сөз. Тағы бір бассақ, машина өшеді. Яғни бүгінгі сабақта біз осы негізгі функцияларын, яғни бастапқы батырманы басқан кезде машина қосылуы, және дыбыстың шығуы, және мына жақтан LED лампаның жанып өшуі қосылып тұрған кезде. Ал өшіп тұрған кезде LED лампа жанбайды. Бүгінгі сабақта біз осы функцияны жасайтын боламыз. Ары қарай келесі сабақтарда біз осы жерде потенциометрлер бар, экран бар, басқа потенциометрлер бар. Осының барлығын жасайтын боламыз. Бұл сабақ үшін бізге қандай заттар қажет? Алдарыңызда көріп тұрғандай 5 провод, сым, екі жағыда міне көрініп тұр. Осындай болсын, 5-еуі де. Сосын мынау бізде пищалка, яғни дыбыстың шығуы үшін қажет болады. Мынау бізде жасыл LED лампамыз, ал мынау бізде машинаны қосу үшін қажетті батырма. Ал мынау бізде осы машинаның негізгі миы және контроллер деп аталады. Arduino. Ал мынау бізде макеталық тақта, яғни біз батырма, дыбыс пищалка, LED барлығын мына жаққа қосамыз. Яғни бұл бізде ең алғашқы, яғни кез келген жоба жасайтын кезде осы макеталық тақтаны қолданамыз. Яғни осы жерде бірінші барлығын қосып тексеріп аламыз. Барлығы дұрыс жұмыс жасап тұрса, онда біз осындай паяйникпен жұмыс жасаймыз. Яғни мынаны алып тастаймыз. Мұның орнына біз бір-бірін тікелей сымдармен қосатын боламыз. Яғни мынаны қолданбаймыз макеталық тақтаны. Макеталық тақтаны қалай жұмыс жасайды? Мына жақта көріп тұрғандарыңыздай тесіктер өте көп. Мына тесіктер міне ұзыннан ұзақ екі линия ұзыннан былай кеткен. Яғни мына тесікке біз кез келгеніне, мына плюс деген қызыл линияның кез келгеніне 3 вольт немесе 5 вольт берсек, осы 3 немесе 5 вольтты біз сол линияның кез келген тесігінен ала аламыз деген сөз. Ал бірақ біз оны мына жақта басқа тесіктерден ала алмаймыз. Яғни мына линия тек қана өзіне ғана қатысты, астында бір ұзын сым жатыр. Сол сымның бір ортасынан немесе шетінен 5 вольт беретін болсақ, біз оны сол сымның бойынан ала аламыз деген сөз. Ал мына жақта қысқа линиялар бар, міне тесіктерін өте көп. Бұлар жеке-жеке орналасқан. Ал мына жақта екінші көк линия ол өзі бөлек орналасқан. Сосын мына жақта плюс деген, минус деген, оны ауыстыра береміз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мына жаққа плюс, мына жаққа минусты берсек бола береді. Пищалкада міне мына жақта ұзын және қысқа аяқтар бар. Ұзын аяғына плюс, қысқа аяғына минус қосамыз. LED лампа тура сондай. Ұзынына плюс, қысқасына минус қосамыз. Мына контроллерді менің басқа сабақтарымда толық түсіндіргем. Қалай жұмыс істейді, бұнымен не істеуге болады. Яғни осы бағытқа роботтар болсын, немесе ақылды құрылғылар жасау бағытына енді кірісіп келе жатқандар үшін осы контроллер өте ыңғайлы. Осына макеттер жасау үшін өте ыңғайлы, және мектеп оқушылары үшін, немесе бірінші, екінші курстың студенттері үшін өте ыңғайлы, таптырмайтын және арзан құрылғы контроллер. Мына жаққа қап-қара мынау осы чип, осы жаққа микроконтроллер деген осы қара чип негізі. Ал жанындағылар осы чипті оңай, жеңіл қолдану үшін қосымша заттар. Мына жақтан қарадан біз тоқ берсек болады, яғни кодты жазып болғаннан кейін. Ал кодты жазып аққан кезде мынаған USB-ді қосамыз. Мына үшін. Яғни бұған принтердің USB-ді жарай береді. Ал екіншісіне ноутбукқа қосамыз. Яғни код жазу үшін және код жазып болғаннан кейін осы контроллерге және басқа заттарға тоқ беру үшін осы USB қолданылады. Яғни екі функциясы бар. Код жазу және тоқ беру. Яғни питание беру. Керек заттар тек осылар ғана. Мынау батырма және мыналар ғана. Ал қалғандар қазірше керек емес. Біз құрылғымызды
қосып болдық. Мына 5 сым арқылы. 5 сымның біреуі өте маңызды. Мына 3 зат, яғни батырма, LED лампасы, пищалка жұмыс істеу үшін бізге міндетті түрде минус керек болады. Яғни кез келген зат жұмыс істеу үшін плюс минус керек қой. Соның минусы бізде мына жақта ground деген GND деген порттан алатын боламыз. Осы бізде қазақша айтқанда жер, орысшасы масса. Яғни минусты біз осы groundтан аламыз. Осы келіп мына линияға қосады, мына көк линия, ұзыннан ұзақ осы линияға. Осыған қостық, бізде осы линияның барлығы минус болды деген сөз. Бірақ мына жерден бөлініп тұрады енді. Ол жер қатты маңызды емес шығар. Біз мына жақпен жұмыс жасайтын боламыз. Мына линиямен. Мына линияда бізде пищалканың қысқа аяғы, LED-тің қысқа аяғы және батырманың аяғы бізде осы линияға қосылып тұр. Яғни осы линияда минус жатыр деген сөз. Қысқа аяқтарын қостық осы көк линияға. Сөйтіп бұл жерде ең қызығы, мына жақта бізде батырманың бір аяғы минуске қосылған ғой. Ол келеді минус мына жерде тұрады. Батырма басқан кезде екінші ұшынан, мына көк проводтан барып, мына екінші портқа барады. Мына екінші порт 0, 1, 2 деп тұр мына жақта міне. Осы екінші портқа қосамыз. Яғни екінші порт күтіп отырады, қашан минус болады деп. Яғни батырма басқан кезде мына линияға минус батырма арқылы мына 2-ге келеді. Яғни екінші портқа келсе, мына жақта қара чип, қара микроконтроллер дейді да, екінші портта минус келді ма, демек мен машинаны қосайын деген ішіне бағдарлама қазір ноутпен жазатын боламыз. Ары қарай мына екеуі бізде біреуі 7-ші порт LED лампасы, ал бізде пищалка 8-ші портқа қосылған. Оның барлығын бағдарламамен реттейтін боламыз. Ал енді бағдарлама жазу үшін мындай USB кабель керек болады. Мына үшін контроллерге, екіншісін ноутқа тығамыз және бағдарлама жазып бастаймыз. Менің ұсынысым ең алдымен бағдарлама жазып алған дұрыс. Сосын мына жақ дұрыс қосылма тексерген дұрыс. Соңында барып мына USB-де қосу керек. Себебі USB-де қоссақ, біз тек қана бағдарлама жазбаймыз, одан бөлек біз мына заттардың барлығына тоқ беретін боламыз. Яғни дұрыс емес қосылып қалған болса, бізде күйіп кетуі мүмкін. Соның үшін міндетті USB қосардан бұрын тексеріп алған жөн. Ал енді бағдарлама жағын түсіндіре кетейін. Бұл сабақта тізбегі, осы сабақ бірінші сабақ болғаннан кейін кейбіреулеріңізде бағдарлама жазатын орын жоқ болуы мүмкін. Егер жоқ болса, мен YouTube-та каналыма кіріп, ерінбей Arduino IDE-ні қалай жүктеу керек, қалай орнату керек, сосын алғашқы бағдарлама қалай жіберу керек. Осы жайында толық видео бар менде. Ерінбей сол жаққа барып, көріп, орнатып келіңіздер. Ал егер болса, ол бағдарлама жазатын орын, онда ары қарай жалғастыра беріңіздер осы сабақта. Ең алғашында бағдарлама жазатын кезде біз қай пиндармен, қай порттармен жұмыс жасаймыз, соны анықтап алуымыз керек. Бізде базар, яғни пищалка бізде 8-ші порт, LED лампасы 7 және батырма 2-ші портта орналасқан. Бұл порттарда, бұл пиндерде бізде бүтін сандармен жұмыс жасаймыз, яғни чип бүтін сандар қабылдайды немесе шығарады. Соның үшін біз integer деген айнымалылар жиынтығын жазып аламыз айнымалыны. Сосын мына жақта бізде батырмен, яғни батырма мен LED лампасына тағы айнымал беріп аламыз. Яғни бұлардың алғашқы күйі false, яғни LED-ті LED state деп айнымал жазып алдым. Бұл деген сөз ең алғашында LED лампасы өшіп тұрады. Сол кезде оның күйі false болып тұрады. Ал батында бізде high болып тұрады. Ал батырма басылған кезде онда GND, яғни минус, екінші портқа барады. Сол кезде мына high low болады. Сол кезде last button бізде low болып, сол кезде ары қарай машина қосылады. Соның үшін осыны айнымалылар жазып алдым. Сосын void setup деген бізде алғашқы функция. Бұл осы сабақтағы. Бұл функцияда біз бүгінгі проекттің негізгі бұл функция негізгі настройканы жасау үшін керек болады. Яғни біз настройкада яғни 8-ші порттан тоқ шығады. Output деген күйде pinmode, яғни pinmode деген порттың күйі. Ал LED деген 7-ші порт, 7-ші порттың күйі тоқ шығатын күй. Ал button деген 2-ші порт, 2-ші pin. Ол жерде input, яғни тоқ ішке қарай кіреді. Яғни чипке біз осылай айтып аламыз. Осы 3 портқа қарап тұр. Осы 3 порттың екеуінен тоқ шығар, біреуінен тоқ ішке кіреді. Осылай яғни проект, біздің проект тоққа қосылған кезде, осы прошивка чиптің ішінде болған кезде, чип осы 3 портқа осындай күйде қарап тұрады. Ары қарай void loop деген бізде негізгі цикл функциясы, мынаның барлығы осы луптың ішінде. Ең алғашында біз button read, яғни ең алғы прошивкада біз не істейміз?
ең алғашында батырманың күйін, яғни батырма бізде басылып тұр ма, басылмай тұр ма, соны күтеді. Digital read деген модуль арқылы. Мынаның ішінде button деген жетінші порт. Жоқ, button деген бізде екінші портта. Екінші порттан күтеді digital read деген модуль. Сөйтіп, оны button readқа теңестіреді. Button read бізде мынау, button read low болса, және last button high болса, осы екі шарт орындалса, онда let state бізде false-тан true-ға ауысады. Мына жерде. Қазір бізде let state бізде false болып тұр. Егер мына екеуі орындалса, онда let state true болады. Let state true болса, онда start sound функциясы іске қосылады. Start sound функциясы бізде міне. Void start sound бұл жерде бізде пишалкының қанша секунд тоқ бару керек, қанша секунд тоқ бармау керек, осы екі функцияда айтылған. Void start sound және void beep. Мына жақта осы екеуі. Мына жауап жаққа осы функцияны шақырады. Мына жаққа. Егер let state true болса, мына жерде if орындалса, онда let state true болады мына жерде. Сөйтіп ол мына let state true болып кетеді. Сөйтіп мына жаққа соны шығарап береді. Start sound функциясы орындалып болғаннан кейін 200 миллисекунд күтеді. Сосын келесі қатар бағдарлама орындалады. Келесінде last button теңеседі button readқа. Сөйтіп if ал бағдарлама жазу бөлігі түсінікті болса, біз осы бағдарламамызды жүктейік Arduinoға. Ең алдымен инструментке кіреміз. Қай портта қосылып тұр контроллер. Соны анықтап аламыз. Менде 7-ші портта қосылып тұр. Міндетті түрде анықтап алу керек. Сосын ары қарай біз бағдарламаны жүктейтін боламыз. Завершено. Юзюмен. Код жазылды чипке, контроллерімізге. Ал енді ең қызық момент осы бағдарлама және проектті тексеруге көшейік. Қазір батырманды басам. Дыбыс шықты. 200 миллисекундтан кейін LED лампа жанып бастады. Ал енді мен машинаны өшірем. Машина өшті. Қайтадан қосам. Және өшірем.